Сәлем достар, бүгін қайнатпалы крем және малина қосылған осындай дәмді әдемі пирог дайындап үйренеміз. Менімен бірге сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп пікір қалдырыңыз. Қамырын дайындау үшін ұнға разрыхитель қант қосып араластырамыз. Кейін творожный сыр болмаса сливочный сыр қосамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қосамыз. Осының барлығын араластырып песочный тесто дайындаймыз. Песочный тесто дайын. Бір дана жұмыртқа қосып қамырымызды дайындап тоңазытқышқа шамамен жарты сағатқа қоямыз. Енді қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін бізге кукурузный крахмал, ұн, қант қажет. Үшеуін араластырып, 2 дана жұмыртқаның сары уызын қосып тағы бір араластырамыз. Ең соңында ғана 6% сүт қосамыз. Барлығын араластырамыз. Өте жай отқа қойып, венчиктің көмегімен үздіксіз араластыра отырып, осындай заварной кремді дайындап аламыз. Кішкене суытуға қоямыз. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, диаметр 22 болмаса 24 см формаға жайғастырамыз. Блендерға сливочный болмаса творожный, свежий болмаса замороженный малина және де жаңағы қайнатпалы кремімізді қосамыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттер төменде описанияға жазып көрсеттім. Енді барлығын блендермен біріктіреміз. Бізде міне осындай масса дайын болды. Дайындап қойған қамырымыздың үстіне құйып, үстін тегістейміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пирогымызды пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Жан жақтарын нетающий сахарный пудрымен болмаса басқа да түрлі жеміс жидектермен, миндальный лепесткімен әсемдесеңіздер болады. Тағы бір айта кететін жайт, үстін мен енді малинамен әсемдедім. Сіздер мысалы төменде описанияға кремнің дайындалу жолын көрсеттім. Сол креммен түрлі насадкілермен әсемдесеңіздер болады. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте дәмді пирог, өте жеңіл жасалады. Және де каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Дария. Астарыңыз дәмді болсын.